Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді балғын красный бархат тортының видео рецептісімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қарап, каналыма жазылып қойыңыздар. Алдымен тортымыздың бисквитін дайындаймыз. Ол үшін бізге қант, ұн, 3,2% қатық және де өсімдік майы, какао ұнтағы, қопсытқыш, ас содасы, бояғыш және де 3 жұмыртқа қажет. Толық мөлшерін описанияға қалдырамын. Шыңғыл ыдысқа 3 жұмыртқамызды салып, оған қантымызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз толығымен ерігенше, яғни жұмыртқалы массамыз ағарып, 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксермен араластырамыз. Менде бұл процесс шамамен 5 минуттай уақыт алады, бірақ бұл сіздің миксеріңіздің қуаттылығына байланысты. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, жұмыртқалы массамыз осылай ағарып, 2 еселенуі тиіс. Содан соң қатығымызды қосып араластырамыз. Бір 30 секунд немесе 1 минут араластырып алсаңыздар жеткілікті. Содан соң өсімдік майын қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Өсімдік майында ұзақ араластырмаймыз, 1 минуттай араластырсақ жеткілікті. Сұйық ингредиенттерімізді араластырып болғаннан кейін құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Яғни ұнымызға ас содасын, какао ұнтағын және де қопсытқышты қосып, бір араластырып, осы жұмыртқалы массамызға қосатын боламыз. Кішкене араластырып, содан соң жұмыртқалы массамызға електен өткізе отырып қосатын боламыз. Құрғақ ингредиенттерімізді қосып болғаннан кейін бірден миксерлемей, шамалы видеодағыдай өстіп араластырып жіберуге кеңес беремін. Себебі бірден миксерлейтін болсаңыздар, ұндарыңыз ұшып кетуі мүмкін. Немесе ұнды 2-ге немесе 3-ге бөліп қосып араластырыңыздар. Ұн мен жұмыртқалы массамыз бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң бисквитіміздің қамырына бояғышты қосамыз. Неғұрлым жақсы бояғыш алсаңыз, соғұрлым бисквитіміз әдемі қызыл түсті болып шығады. Бисквитке мен Топ Декор фирмасының бояғышын қолдандым. Бояғышты қосқаннан кейін түсі бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жақсылап араластырып аламыз. Егер дұрыс араласпаған болса, бисквитіміздің кейбір жерлері ашық қызыл, кейбір жерлері қанық қызыл болып қалады. Жақсылап араластырып болған соң, формамызға пергамент қағазын немесе фольга төсеп, бисквитіміздің қамырын құямыз. Мен бисквитін 2-ге бөліп пісіремін. Форманың диаметрі 18 см. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіріп аламын. Бисквитіміз піскенше тортымыздың кремін дайындаймыз. Кремге творожный сыр, маскарпоне және де клейги мен сахарная пудра қолданамын.
Творожный сыр мен маскарпонені осылай шамалы араластырып алам. Содан соң шұңғыл ыдысқа кілегейімізді құйып жақсылап араластырамыз. Кілегейді миксермен араластырған кезде миксеріміздің ең төменгі режимінен бастаймыз. 2 минуттай араластырып, содан соң режимін көтеріп отырамыз. Осылай кілегейіміз қоюланғанша, яғни қаймақ тәрізді болғанша араластырамыз. Содан соң творожный сыр мен маскарпонені қосып, тағы да миксермен араластырамыз. Араластыру барысында сахарный пудраны аз-аздан қосып отырамыз. Осылай креміміз бір келкі болғанша, және де ағып кетпей, өз формасын ұстағанша араластырамыз. Осымен креміміз дайын. Бірінші бисквитім дайын болды, екіншісі пеште піскендігін міндетті түрде шпажкамен тексеріңіздер. Бисквиттеріміз суығаннан кейін екіге бөлеміз, содан соң подложкаға шамалы крем жағып, осы подложканың үстінде тортымызды жинаймыз. Тортымыз түзу болып шығу үшін осылай формада жинаймын. Бірінші коржымыздың үстіне 4 немесе 5 қасық крем салып, жақсылап жағамыз. Содан соң келесі коржымызды қойып, осылайша тортымызды жинаймыз. Осылай кремін мол етіп жағып, келесі бисквитімізді қоямыз. Егер кремнің көп болғанын қаламасаңыз, 3 қасық жақсаңыздар болады. Бірақ қызыл барқыт тортына кремді мол етіп жақсаңыздар, тортымыз дәмдірек болып шығады. Үшінші коржымыздың үстіне кремімізді жағып, осы 4-ші коржымызды қоямыз. Тортымызды жинап болған соң үстіне мешокпен жауып, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Бисквиттен қалған коржды үгіткіштен өткізіп аламыз. Тортымызды тоңазытқыштан алған соң бетіне крем жағамыз. Кремін тоңазытқышқа салар алдында жақсаңыз да болады, бірақ маған осылай ыңғайлы. Бетіне кремді жағып болған соң жиектерін пышақтың көмегімен ажыратып, формамызды аламыз. Шпажканың көмегімен жан-жағын және бетін бір тегістеп аламыз. Содан соң шпажкамен астын сәл көтеріп, А4 қағазы немесе мешокты төсеп, үгіткіштен өткізген коржымызды жағып шығамыз.
Тортымыздың шет жеріне жағып болған соң үстіне сеуіп шығамыз. Тортымызды қаптап болдық, енді қалауымызша әсемдейміз. Насатканың көмегімен неше түрлі узорлар жасасаңыздар болады, бірақ мен бүгін үлкен осындай каприлар жасап, үстін жеміс-жидектермен сәндедім. Тортымыз дайын. Видео ұнаса лайкпен қолдап қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Лаура. Жаңа видеоларды жіберіп алу үшін каналыма жазылып қойыңыздар.